Үшқоңыр осы бір сазда әуен әуелегенде әрбір қазақ әнінің авторынан бұрын әуелі өзінің туған жерін еске алып, еріксіз елегізеді. Сөзі анық, қазақы бояуы қанық әнді Алтынбек Қоразбаевтың қолтаңбасымен Мұзартын жарқ еткізгенінен жұрт хабардар. Сонау 2000 жылдың басында дүниеге келген әннің сөзін Нұрсұлтан Әбішұлының жазғанын әнсүйер қауым жақсы біледі. Жыр шыққан жүректің сыры туралы сәл кейінірек, әуелі ән қалай дүниеге келді? Алтынбек екеуміз осы Үшқоңыр туралы бір ән жазсақ қайтеді деп сөйтті. Алғашқы айтқаны, мына тау саған ұнай ма деді, мына жайлау ұнай ма? Мен айттым, аға, менің ата жайлауым Сусамыр деген ел, Аспара деген жерде мен таудың үстінде туған екенмін, малшының баласымын, әрине маған ұнайды. Жайлау десе мен делебем қозып тұрады аға деп сөйттім. Ендеше екеуміз Үшқоңыр туралы ән жазайық та, менің ақын екенімді сен білесің бе деді. Аға білем ғой деп қойдым. Сөйтіп жаңағы сонда дайындал, Үшқоңыр туралы ән жазамыз деп. Бұл кезде композитор Алтынбек Қоразбаев Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармонияға жетекшілік етіп жүреді. Ғасырлар тоғысқан 2000 жылдардың жазында осы көркемөнерпаз ұжымы елбасының алдында кезекті концертін қояды. Салтанатты кештің басы қасында жүрген сазгердің өзі болса бәрін ұйымдастырып сахна сыртында жүреді. Бірақ та көмекшісі маған келді дағы, елбасының көмекшісі. Сізді елбасы шақырып жатыр деп сөйтті. Бүгін жарайды, ақыры аяңдап елбасының алдына барып, ағаның қолын қысып, туған күніңіз құтты болсын аға деп жатырмын. Оған қарап тұрды да, Алтынбек, сен өзің неге ән айтпайсың деп сөйтті. Аға, мен енді осы ұжымның директоры едім, мен көркемдік жетекшімін. Жоқ, сен мен үшін директор емессің деді. Мен үшін Алтынбек Қоразбаев, әнші, композиторсың. Домбыраңды алда бір-екі ән айтып бер деді. Соны шей қарамай, бір шапанын жамаласап жоқ домбыраны ұстадым дағы, есіме кетпейді. Сырғалым деген әнім бар, сырғалымды орындадым. Аяқ асты айтылған ұсыныстан абдырап қалған Алтынбек Қоразбаев сырғалым мен көзінен айналайын деген әнді орындайды. Бірақ қобалжығаннан екінші әннің екі шумағын ұмытып қалып қысқа қайрады. Осы сәтте елбасы қазақтың қара домбырасын қолына алып, Алтынбек Қоразбаев айтпаған екі шумақты өзі әбелете жөнеледі. Сосын сазгерді қасына шақырып, туған жер туралы, Үшқоңыр туралы бірлесіп бір ән жазуды ұсынады. Содан мен күн түн дайындалдым. Енді өкінішке орай мен әнді бірден жаза алмаймын. Тапсырыс берген әннің өзін жаза алмаймын. Содан бір жылдан астам уақыт әбден қиналып жүрдім. Содан күндердің түрінде жаңағы Үшқоңыр әнінің жобасы келген сияқты болды. Сөздерін маған жіберіп тұрды, бөліп жіберіп тұрды. Содан бұл 2001 жылы ән енді 90%-ға дайын болғандай болды. Үшқоңыр әнін Нұрсұлтан Назарбаев 2000 жылдың қоңыр күзінде жазды. Тәуелсіздігіне 10 жыл толып, оң солын таныған, елді басқардың бастан асатын сан мың машақатынан қолы қалт еткенде, президенттің де бір сәт сезімге ерік беріп, шабытын шалқар толқынын жанына серік ететінін сол тұста әлі ешкім біле бермейтін. Испанияның королі Хуан Карлос деген елбасының шақыруымен осы біздің елге келіп қалды. Сонда қаскелең шатқалдардың бірінде жаңағы кісіменен сол шай ішіп отырып, мен қасымда 3-4 өзім шәкірттерім бар. Үшқоңырды ағаның жаңағы алдында берген сөздері арқылы дайындап қойған. Соны бесеуіміз қосылып, енді сөзі дайындауымыз бір үлкен бір шынын айту керек, бір таза бір үлкен бір конфеттің коробкасына ірі қылып жазып бүйтіп ұстатып қойып, төртеуміз қосылып айтып тұрмыз ғой. Ана кісімізге қарап қояды, ана қағазға қарап тұрды. Енді ойға түсінде отырып, балалар білмейді ғой, қайырмасын. Соны айтып біттік. Әнің жақсы екен, маған ұнап тұр деп сөйтті. Ал енді сөз өлеңін өзің жазыңыз. Мына ұнаған қағаз деді. Жаңа қағаз, үлкен қағаз ғой, сары қағаз, конфеттің қағаз, тәттінің қағаз. Онаға мына балалар көрсін деп жазған ғой, қарқылдап тұр, күліп алды да көмекшісіне берді жаңағы сөзді. Ал мына онша дайын емес, кейбір жерін жөндеп тағып жіберемін жақын арада деді. Содан бір ай, 2 ай өткен жоқ, тағы да қосымша жаңағы 100%-ға сөзі дайын болып келді. Ән сөйтіп дүниеге келді. Әуенді саз, әсерлі ән дүниеге келген соң, сазгер оны өңдеуге келгенде біраз әбігерге түседі. Сөйтіп жүргенде әріптес бауыры Бақлан Омаров есіне түсіп, бірден дидарласып жолығады. Енді бірінші тыңдағанда сондай бір шынында да бір қалғанның ішінде бір сарыны бар, және де бір Үшқоңыр десе осы Жетісудың табиғатын беретін де сондай ән екен. Бұлай тандем жақсы болды деп ойлаймын, әншілеріміз де жақсы болды. Ол енді ән болса да жақсы, сөз де жақсы, біз де сол қолымыздан келгенімізді жасадық. Ақ
Ақбасты Алатаудың баурайындағы бір жайлаудың атаға біреуі ән арқылы 6 қырдан асып, 6 құрлыққа түгел тарады. Енді алыс жақын шетелдерге барған кезде болсын Қазақстанның қай түкпір-түкпірінде болмасын, мынау Алтынбек Қоразбаевтың немесе Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзіне жазылған ән екен деп емес, кәдімгі әнді шын жүрегімен, ынты-шынтысымен, махаббатымен жүректен шыққан ән жүрекке жеткендіктен барлық қосылып орындайды. Барған жерде сұрайды. Шоңырым туған жер